Бүгінгі Скавронның шығарылымында Каспий теңізі туралы, Каспийді неге бұрын мұхит деп атағаны, Каспий негізінде теңіз бе әлде көл ме, және Сталин не үшін және қалай Каспий теңізін жер бетінен жоқ қылып жібергісі келгені туралы айтатын боламыз. Өзіміздің еліміздегі өте үлкен ауқымды көл немесе теңіз туралы біліп жүріңіз. Сонымен 2000 жыл бұрын әлем әлі де толық зерттеле қоймаған болатын. Ол кездегі адамдардың елестеткен дүниелері қазіргі кезден мүлдем басқаша болатын. Оларда қазіргідей карта болмады немесе тым болмаса жақсы технологиялар. Сондықтан да кейбір нәрселерді басқаша ойлады. Мысалға, ежелгі гректер өздерінің шығысында Геркания деген мемлекет бар деп ойлаған. Осы Геркан мемлекетінде өте алып, өте үлкен Геркания мұхиты бар деп ойлаған. Ұзыннан жатқан бұл Геркания шынымен де ежелгі адамдар үшін мұхит сияқты көрінген, яғни бұның Каспий теңіз екенін білмеген. Каспий жағалауында өмір сүрген ежелгі парсылар Каспийді Мазандаран теңізі, арабтар Гилан немесе Казвин теңізі, біздің ел аумағындағы мекен еткен түркі халқы Хазар теңізі, ал ежелгі орыстар Хвалын немесе Хвалан теңізі деп атаған. Және ежелгі адамдардың барлығы бұл теңіздің суы негізінде мұхиттан келгеніне сенген. Оған қоса сол кездің тарихшылары Каспий теңізінің шамамен бейнесін картаға түсіре алатын болған. Білесіз бе, бүгінгі біз айтып жүрген Каспий деп аталатын атауды ежелгі грек географы Страбон берген болатын. Өзінің саяхаты кезінде Каспий теңізінің батысында мекен етіп жүрген Каспий тайпасымен танысады, және осы теңізді солардың атауымен атап кетеді. Және бүгінге дейін сол атау әлі келе жатыр, бірақ бір нәрсе әлі де анық емес. Ежелгі грек Геркания мұхит болды. Кейінірек әртүрлі халықта әртүрлі атаудағы теңіз болды. Страбоннан кейін Каспий теңізі деп аталды. Біз қазіргі кезде Каспий теңізі деп атаймыз, бірақ мұхитқа байланысы жоқ қой. Сонымен бұл теңіз бе әлде көл ме? Бәрімізде интернет арқылы Каспий теңізінің қаншалықты үлкен екенін көре аламыз. Негізгі ауданы 371 мың шаршы шақырым. Мұндай өте алып табиғи су қоймасы әлемде тек Каспий ғана. Оған қоса Каспий теңізінің суы басқа теңіздердікі сияқты тұзды, яғни негізі көлдерде тұщы су болу керек. Көл дегеннің түсіндірмесін қарастырайықшы. Көл жан-жағы құрлықтармен қоршалған, мұхитқа тікелей жолы жоқ су қоймасы. Және Каспий, егер ережелерге сүйенетін болсақ, көл және шынымен де негізі Каспий көлі деп атауымыз керек. Бірақ теңіздердегі сияқты ерекшеліктері болғаны үшін және өте алып ауданы үшін біз теңіз деген атау береміз. Бұрынырақта 33 миллион жыл бұрын Каспий теңізі шынымен де теңіз болған. Паратет деп аталатын теңіздің бөлігі болған. Тек плиталар жылжуы нәтижесінде тікелей мұхитпен байланыс жабылып қалды. Каспий теңізі 5 елмен шектеседі: Қазақстан, Иран, Әзірбайжан, Ресей және Түркменстан. Егер Каспийді көл деп алатын болғанымызда, жағалаудағы алғашқы 25 километр мұнай өндіруге теңдей бөлінетін еді. Тағы 15 километрде жер балық аулау үшін теңдей бөлінеді. Ал қалған аудан сол елдердің келісімімен өзара бөлісіп алынады. Бұл Біріккен ұлттар ұйымының көлді пайдалану ережесінде жазылған қағида. Егер Каспий көл болғанда, үлкен билігі мен байлығы бар Ресей және Иран Каспийдің үлкен аумағын өздеріне алып қалар еді. Ал енді теңізді қарастырайық. Теңіз туралы ереже бойынша теңізді бөлгенде жағалауына байланысты барлығына теңдей етіп бөлінеді, және шамамен мынадай болады. Ресей мына ауданды, Әзірбайжан мына бір жерді, Иран оңтүстігін, Түркменстан мына аумақты және ең үлкен ауданды Қазақстан біздің ел алар еді. Сондықтан да теңіз деп жүре бергеніміз өзімізге жақсы. Каспий теңізі туралы тағы қызықты факт. 1949 жылы Кеңес Республикасы ең алғаш болып Каспий теңізінде ашық теңізде мұнай бұрғылау скважинасын ашады. Бұл жерде мұнай қоры өте мол екенін біледі. Ол кезде қара алтынның құны да ауқымды болса керек. Соның әсерінен мынадай бір ой туады: Каспий теңізінің суын Қазақстанның орталығына қарай төгу, канал арқылы Каспий теңізінің аумағын құрғатып тастау. Егер бұл орындалатын болғанда, кеңестермен жасалған әлемдегі ең ауқымды антропологиялық проект болар еді. Бір теңізді жоқ қылып, жаңадан теңіз жасау. Елестете аласыз ба? Сол мақсатпен Сталин бүкіл мықты деген ғалымдарды осы жоба туралы ойлануға міндет береді. Ойлау барысында каналдардың өзін құрастыру үшін 4-5 жылмен 10 миллиард рубль кететіні түсінікті болды. Ғалымдардың көбісіне бұның мүмкін емес екеніне көздері жетті. Тіпті өте қарқынды жұмыс істейтін болса да, минимум 16-17 жылда ғана құрғата аламыз деп ойлады. Сонымен не керек, Сталин дұрысы керек емес деп бұл жобалардан бас тартқан болатын.
Сонымен видео бітті. Каспий теңізі туралы құнды деректер білдіңіз деген ойдамын. Рахмет ретінде лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Сіз үшін жай ғана саусақ тигізу, ал біз үшін үлкен қуаныш. Және оған қоса біздің ВК парақшамыз туралы ұмытпаңыз, өйткені ол группамыз сіз үшін онлайн журнал сияқты болатынына сенімдімін.